Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өткен сабақты қайталаймыз. 70-ші сабақ не үйрендім, не білдім деп аталады. Олай болса балалар, біз бүгінгі сабақта өтілген дыбыстарды дауысты және дауыссыз дыбысқа ажыратамыз. Сызбаға сәйкес мақалды дұрыс құрап, сөз әдебін дұрыс қолдануды үйренеміз. Әріп элементтерін, әріптердің бір-бірімен байланысын көркем жазу талаптарына сай жазамыз. Олай болса балалар, сабағымызды бастаймыз. Бірінші балалар, біз мына бір белгіге қарап алайықшы. Бұл ненің белгісі? Қалай ойлайсыздар? Иә, дұрыс айтасыздар. Біз бұл белгіні дауысты және де дауыссыз дыбыстарды ажыратқан кезде пайдаланамыз, иә? Яғни дауысты дыбыстарды біз қызыл түспен белгілесек, дауыссыз дыбыстарды көк түспен белгілейді екенбіз, иә? Олай болса балалар, есімізге түсіріп алайықшы, дыбыс дегеніміз не, әріп дегеніміз не? Иә балалар, өте дұрыс айтасыздар. Дыбысты біз естиміз және айтамыз, иә? Мысалы қараңыздаршы, А дыбысы мен әріпі. Яғни А деп біз айтатын болсақ, сіздер естисіздер, иә? Бұл бізде балалар дыбыс болады. А дыбысы болады. Ал егер де А әріпін біз дәптерімізге жазатын болсақ, немесе А деп оқитын болсақ, бұл бізде әріп болып саналады. Яғни біз әріпті көреміз көзімізбен, оқимыз, иә? Көріп оқып отырсақ, бұл бізде әріп болады. Ал біз оны дәптерімізге жазатын болсақ, бұл да әріп болады. Яғни балалар, әріпті көреміз және де жазады екенбіз. Өте дұрыс. Олай болса, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Олай болса балалар, осы кезге дейін өткен әріптерімізді қайталайық, иә? Және де оларды дауысты және де дауыссыз дыбыстарға ажыратып, есімізге барлығын түсірейік, иә? Балалар, біздің ең алғашқы өткен әріпіміз әрине А әріпі, иә? А әріпі бізде дауысты дыбысқа жатқызылады. А әріпін айтқан кезде біз әндетіп айта алады екенбіз, иә балалар? Себебі бұл бізде дауысты дыбыс болғандықтан, А әріпін айтқан кезде біздің өкпемізден шыққан ауа ешқандай кедергіге ұшырамай шығады. Сондықтан да бұл дауысты дыбысқа жатқызылады. Оны қызыл түспен белгілейміз. Ал Р әріпін айтқан кезде біз әндетіп айта алмаймыз, иә балалар? Ол қысқа болып келеді. Өкпеден шыққан ауа Р әріпін айтқан кезде қысылып шығады. Сондықтан да бұл дауыссыз дыбысқа жатқызылады. Және де біз оны көк түспен белгілейміз, иә балалар? Ары қарай Л әріпі дауыссыз. Балалар, О әріпі бізде кейде дауысты, кейде дауыссыз болып келеді екен. Мысалы, ауа деген сөзді алайықшы. Ауа сөзінде А дауысты, демек дауыссыз болып келеді. Яғни дауысты әріптен кейін бізде міндетті түрде дауыссыз әріптер тұрады. Ауа сөзінде екі А дыбысы тұр. Бұл екеуі де, яғни бізде дауысты дыбыс болғандықтан сөзде екі буын болады. Ары қарай Н, С. Бұлар дауыссыз дыбыстар. О дауысты, Т дауыссыз, Қ дауыссыз. Бұлардың барлығын біз дауыссыздарды осылай көк түспен белгілейміз, иә? Дыбысын айтқан кезде бұл созылып, әндетіліп айтылады, иә? Өкпеден шыққан ауа ешқандай кедергіге ұшырамайды. Демек бұл дауысты. З, М дауыссыз, Е дауысты, Д, Ш дауыссыз, О дауысты, Б, И дауыссыз. К дауыссыз, дауысты, дауыссыз, Ғ дауыссыз, Ж дауыссыз, дауысты, П дауыссыз, дауысты. Балалар, осы уақытқа дейін біз қанша әріп өттік? Білесіздер ме? Иә, дұрыс айтасыздар. 26 әріппен біз сіздермен танысқан екенбіз. Олай болса балалар, біз әріптерді есімізге түсірдік, дауысты дауыссыздарды ажыраттық. Иә, олай болса, мына бір қатардағы артық әріптерді алып тастайық.
Бірінші қатарда балалар бізде тек қана дауыссыз дыбыстар берілген, соның ішіндегі дауысты әріпті табу керекпіз. Ал екінші қатарда тек қана дауысты дыбыстар берілген, ал біз ол жерден дауыссыз дыбыстар табу керекпіз. Дұрыс айтасыздар. Бірінші қатарда Б, И, К, Ң, Ғ, Ж, П. Бұл әріптердің ішіндегі дауысты әріпі. Сондықтан да ол дауыссыз әріптердің ішіне кіріп кеткендіктен ол артық болып саналады. Ал екінші қатарда Ә, И, Ү. Балалар, бұл жердегі И әріпінен басқа дыбыстардың барлығы дауысты дыбыс болғандықтан И әріпі бізде бұл жерде артық. Себебі И әріпі бізде дауыссыз дыбысқа жатқызылады. Бұл тапсырманы сіздермен өте керемет орындадық. Олай болса, ары қарай жалғастырамыз. Балалар, мына бір төртбұрышты ұяшыққа қарайықшы. Бұл дегеніміз не? Бұл сөздің моделі, Сөз дегеніміз не, балалар? Сөз дыбыстардан құралады екен, Бізде дыбыстар екі топқа бөлінеді, Дауысты дыбыс және де дауыссыз дыбыс деп екі топқа бөлінеді. Дауысты дыбыстарды біз қызыл түспен белгілесек, дауыссыз дыбыстарды көк түспен белгілейді екенбіз, Олай болса, балалар, сызбаға сәйкес мақалды құрап көрейікші, кәнекей. Біздің мақалымыз 3 сөзден тұрады екен. Бастапқы әріпі бас әріппен басталып жазылу керек екен, Олай болса, білімді шығар мыңды деген мақал берген. Бұл мақалдың сөздердің орындары ауысқан. Яғни осы мақалға сәйкес сөздерді рет-ретімен қойып, біз мақалды оқып шығайық. Алдымен, балалар, сөйлем дегеніміз не? Соны есімізге түсірейікші. Жаңа сөз дегенді есімізге түсірдік, Сөзді біз, балалар, дыбыстардан құралады дедік, Ал ендеше сөйлем дегеніміз осы сөздерден құралады екен. Олай болса, балалар, білімді жығар мыңды деген мақалды орнына қойсақ сөздерді, білімді мыңды жығар деген мақал шығады екен. Тамаша, балалар, білімді мыңды жығар мақалынан кейін біз нүкте қоямыз. Себебі сөйлем аяқталып тұр, Сөйлем аяқталғанда, сөйлемнің соңынан біз нүкте қоюымыз керек. Балалар, білімді мыңды жығар деген мақалдың мағынасы, білімді болсаңыз, 1000 адамды жеңе аласыз деген сөз. Күші көп адам бір адамды немесе 2 адамды жеңуі мүмкін. Ал 1000 адамды жеңе алмайды, Ал білімді адам 1000 адамды жеңеді екен. Сондықтан да, балалар, сабақтарыңызды өте жақсы оқығандарыңыз абзал. Олай болса, балалар, мына суреттің мазмұны бойынша сұрақ қойып және де жауап беріп көрейік, Суретке қараңыздаршы. Суретте не көріп тұрсыздар? Анасының ыдысын сындырып қойған ұл бала мен қыз баланы көріп тұрмыз, Балалар неге көңілсіз тұр? Себебі олар ыдысты сындырып қойды. Анасының көңілі түсті ме? Өйткені бұл ыдыс анасы үшін қымбат естелік еді. Балалар не деуі мүмкін осы кезде? Дұрыс айтасыздар. Кешіріңіз, анашым, екінші рет қайталанбайды. Біз бұл ыдысты байқамай сындырып қойдық деп айтуы мүмкін, Балалар, өздеріңіз қандай әдепті сөздерді білесіздер? Әдепті сөздер сыпайылықты, құрметті білдіретін сөздер, Мысалы, рахмет, өтінемін, кешіріңіз, қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, сәлеметсіз бе, мархабат, рұқсат па, мүмкін бе, өтінемін деген сөздер әдептіліктің белгісін білдіретін сөздерге жатқызылады екен, Балалар, сөздің ыңғайы келген кезде бұл сөздерді қолданатын болсаңыздар, сіздер өте сыпайы, тәрбиелі балалар болып өсесіздер. Келесі тапсырма, балалар, дәптермен жұмыс болсын, Не үйрендім, не білдім, 70-ші сабақ. Дауысты және де дауыссыз дыбыстарды тиісті түске боя дейді. Олай болса, балалар, бізде мына құмырада гүл берген, гүлдің ішіндегі біз әріптерді дауысты және де дауыссыз түстерге ажыратып бояп шығайық, Алдымен, балалар, дауысты дыбыстарды табайық. Дауысты дыбыстар Б, И, К.
қ, ғ, ж, п. Ал дауысты дыбыстар ә, және де әріптері екен, иә? Келесі екінші тапсырма. Ұяшықтағы білетін сөздеріңді сыз. Бұл жерде балалар бірінші бізде бал деген сөз шығып тұр екен, иә? Ары қарай табайықшы. Иә, келесі бізде бота, иот, кеме, шың, оң, ілмек, жол, жаға, аға, кілем, күш, жеміс және де ет деген сөздер шықты, иә? Кәнекей балалар, онда барлығымыз бірге саралау тапсырмасын жасайық, иә? Бұл тапсырмада бірінші деңгейде біз суреттегі жәндікті атап, атауын сауатты жазуымыз керек. Суретте не көріп тұрсыздар? Иә, дұрыс айтасыздар. Суретте ара тұр екен, иә? Ара. Ара деп жазамыз. Ара деп екі буынға бөледі екенбіз. Себебі ара сөзінде балалар екі дауысты дыбыс бар. Екінші деңгей. Суреттегі жәндікке байланысты ауызша сөйлем құрап сауатты жасайық. Суреттегі жәндікке қарап, мынандай сөйлем құрадық. Ара пайдалы жәндік. Үшінші деңгей балалар, құраған сөйлемде неше сөз барын атап, сөз санын жазамыз. Олай болса балалар, бұл сөйлемді қарайықшы. Кәнекей, қанша сөз бар екен, бірге табайық. Ара, бірінші сөз, пайдалы, екінші сөз, жәндік, үшінші сөз. Бұл сөйлемде балалар, үш сөз бар екен, иә? Енді сөйлем және сөз дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік. Балалар, сөз дыбыстардан құралады, иә? Ал сөйлем сөздерден құралады екен. Сөйлемнің соңында нүкте, сұрақ белгісі немесе леп белгісі қойылады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.